студенттер, біздің келесі сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз Озон маркетплейсіндегі аккаунтымызға детальный обзор жасайтын боламыз. Бұл сабақта біз финансовый отчет, яғни товарларымызға ақшалар қалай түсіп жатыр, қанша теңге қайда кетіп жатыр, соның барлығын үйренеміз және продвиженияның бірнеше түрін көрсететін боламын. Яғни товарларымызды, поисковый запростарымызды рекламаға жіберуді. Одан кейін аналитика жасауды көрсететін боламын. Қай категория бойынша қандай товарлар өтіп жатыр, барлығын көре аласыздар. Ал кеттік. Сәлем достар, бүгін біз Озон аккаунтына полный детальный обзор жасайтын боламыз. Записіміз жүретін көріп алайын. Енді детальный обзорға жұмыс жасайтын боламыз. Детальный обзор жасайтын боламыз. Озон селлер деген логотипті басқан кезде бізде главный экранға, главный бетке барады. Бетке барған кезде осындай даналар шығып тұрады. Бүгіндікке 25 апрельден өз датасы көрсетіп тұрады. Қанша заказ түсті, қаншасы доставлено барып тұр ПВЗ-ға, соны көрсетеді. Одан кейін трафарет, яғни сіз товарларыңызды рекламаға қойған товарларыңыз қаншалықты охват жинап жатыр, соның бәрін көрсетеді. Заказы ФБС, қанша ФБС-ге заказ келіп тұр, қаншасы жиналып тұр, қаншасы жеткен деп тұр, соны көрсетеді. Одан кейін астында доставлено товаров дегенде 16-нан 30-на дейінгі барған товарлардың ақшасын жинайды, то есть 15-нен аптаның біріншісі, екіншісі болып бөлінеді ғой. Отчеттың ең соңғысында қанша ақша жиналды, соны көрсетеді. 16-нан бастап 30-на дейін екінші отчет шығады айдың. 2 аптада бір рет отчет шығады ғой, соны. Енді 1-нен бастап 15-не дейін ала қалса тағы да бір отчет шығады, сол кезде қанша ақша жиналғаны осы датасымен көрініп тұратын болады. Продажаңыз пока что онша қатты емес, но приложениеға кірген кезде Озон селлер деген сіздің товар магазиніңіздің позициясы көрініп тұрады. Сол үшін позиция көре берсеңіздер болады. Бастапқыда 2500-3000 позициядан бастайды, когда сізде заказ нормально бола бастайды, сол кезде позиция жоғарылап көтеріле береді. 2000 орын, 1800, 500, 300 деген сияқты уже 200 орындарға дейін барасыз. Көтерілу өте оңай. Сол көтерілген сайын заказ нормально көп бола береді деген сөз. Одан кейін бұл главный бетте қандай новости болып жатыр, осы жерден көреміз. Одан кейін главный бетте осы тұрады. Одан кейін бізде товары цены деген жер бар. Товары ценыда список товаров дегенде сіздер товарларыңыздың спискасын көре аласыздар. Яғни продажаға шығарған товарлар, ошибкаға түскен товарлар, осындай окналар шығады. Басқан кезде в продаже 9 штук, готов к продаже, создавать етіп болғаннан кейін ол автоматически готов к продаже келеді. Алдыңғы сабақта көрсеткенде артикулын алып, шаблонмен создавать етіп, сайтқа алып кеткен кезде ол продажаға шығады. С ошибками, ошибканы дұрыстағаннан кейін готов к продажаға шығады. Требует доработки, но жетпейді даналар деген сөз, без фото, снятие с продажи, яғни продажадан алып тастаған товарлар тұрады. Снятие с продажадан алып тастаған товарлар архивқа түседі. Одан кейін мына жерде выбрать категорию деп, қай категориядағы товарларды салып жатсыз, соның біреуін таңдап, қай товарлар екенін көре берсеңіз болады. Мен де с ошибкаға түсіп қалдым. Продажа 8 штук товар деген сияқты. Одан кейін добавить товар десеңізде болады, немесе мына жақтан товарларыңыз шыққаннан кейін осы жерден спискасын көре аласыз деген сөз. Одан кейін добавить товары деп біз товарларды создавать етеміз. Ручной бәрін қолмен толтыру. Бәрін штрих-кодтарды бәрін создавать етіп, артикулдарды жазып, ценасын, название товара, цена за рубль, скидкаға дейін қанша теңге екенін қойсаңыз, например, 2890 рубль болса, қазіргі ценасы 1500 рубль болса, қазірге дейін осы араларында қанша процент скидка қойылу керек екенін оны сайттың өзі есептеп беретін болады негізде. Не облагается дейміз, как всегда товар таңдап салып жатқан кезде. Ширина, высота упаковкасын жазамыз, категориясын жазамыз, товардың характеристикасын жазамыз, медиа, фото, видео қоямыз, предварительный просмотрдан товарымыз клиентский сайтта қалай шығып тұр, соны көреміз де, одан кейін создавать деп басамыз. Создавать деп басқаннан кейін жаңағы список товарды готов к продаже келіп тұрады. Wildberries-тегі сияқты қолмен енгізу ғой товардың барлығынша. Одан кейін управление штрих-кодами деген управление штрих-кодами деген жер болады. Управление штрих-кодами ертең футболға товар жіберетін болсаңыз, например,
сіздің тауарларыңыздың бәрі спискасы тұрады. Біз Wildberriesте ббкон баркодер деген сайтпен баркод жасайтын болсақ, ал бұл жерде управление штрих-кодами деген жерде дайын товарлар тұрады. Товарларыңыздың ең артына барсаңыз 3 точка тұрады. Осы жерден скачать PDF деген басып, принтер для печати штрих-кодов деп басқаннан кейін скачать деп басасыз. Скачать деп басқан кезде сіздің ФБО-ға жіберетін товарыңызға дайын баркод береді. Осыны ашып қарайсыз. Міне дайын баркод. Осы дайын баркодты 58-40 кәдімгі Wildberriesке шығарып жүрген штрих-кодтар арқылы размермен тура сол этикеткаға жабыстырып, упаковканың сыртынан осыларды жабыстыратын боламыз. Сізге қанша штук керек, принтерден шығарып аласыз. Принтерді басқаннан кейін, например, товарыңызды ФБО-ға 30 штук жібересіз ба, ішіне сыртынан шығару үшін сізде 60 штук шығару керек деген сөз, дұрыс па? Одан кейін мына книжная печать деген басамыз да, осылай товарымыздың штрих-кодын шығарып аламыз. Так, управление штрих-кодами деген жерден баркод аламыз. Обновить артикулы, яғни скачать шаблон деп товарыңыздың шаблон алып аласыз да, сосын барып артикулдарын создавать етеміз. Әр товарды қойып жатқан кезде артикул болады. Сол артикулдарды ауыстыру мақсатында осыны ашып аламыз. Ескі артикул мен новый артикул жазамыз да, сосын выбрать файл деп қайтадан осы жерге алып келеміз. Сонда автоматически артикулдар ауысады деген сөз. Міне старый артикул, новый артикул. Мен бұрын Chanel 5 деп қойсам, мен Chanel духи деп қойғым келеді, например. Сөйтіп бағанағы жерге қайтадан алып барамын. Выбрать файл деп қайтадан алып келемін. Сол кезде сол товардың штрих-коды ауысады. Fit деген қолданбаймыз. Загрузить изображение, ол товарды редактировать ететін кезде қажет болады. История обновления сіздердің товарларыңыздың ценасын бірді аналарын ауыстырғанда история обновления кетеді. Загрузить изображение дегенде негізі бұл жермен емес, мына жерде список товарға кіреміз деп осы ыңғайлы болады. Список товарға кіріп, товардың фотосын ауыстырғымыз келсе, негізінде мына жерден редактировать товар деп, сосын медиаға кіріп, медиадан ауыстыра салған өте ыңғайлы. Медиаға кіреміз деп фотосын ауыстырамыз. Сол фотоны ауыстырғаннан кейін қайтадан предварительный просмотр, яғни ең соңғыға барып сохранить ете саламыз. Осы жермен әлде қайда ыңғайлы болады. Медиа добавить десте товардың фотосын алып келіп қоясыз. JPEG, сосын PNG деген форматтардағы фотоны қабылдайды деген сөз. Сәл обновление болып тұр сайт. Одан кейін список товарды көрсететін нәрсе. Қазір бұрын Wildberriesте маркетплейс окносындағы управление остаткидан біз остаткаларымызды тексеріп отыратын едік қой. Озонда біз остаткіміз азайып бара жатса, список товардың жанында остаткалары тұрады. Сол остаткаларын көбейтіп қоя саламыз. Например, продажада қанша товар тұр, например, мұны духи тұрды. Духидің штрих-коды тұрады, артикулы тұрады, сіз қойған, наименованиясы тұрады, контент рейтинг 100%, қанша проценті толтырылған, статусы продается, артикулы, коды, то есть сайттың өзі берген код болады да. Одан кейін міне на склад. Осы сатыла беретін болса, азаяды да, 0-ге барып қалады, 1-ге барып қалады деген сияқты. Сол кезде үстін басасыз да, мына жерден қайтадан 200 деп сохранить ете саласыз. Остаткысын прямой осы жерден көріп отырсақ болады. Одан кейін вестері, ТТН толтырғанда весті осы жерден қарасақ болады, дайын. Цены до скидки қанша қойғанымыз, біздің сатып жатқан ценамыз қаншаға келіп тұр, соны көрсетеді. Одан кейін мына жерде индекс цен дегені сіздің товарыңыз конкуренттерге қарағанда қалай. Выгодный болса, выгодный, без индекса болса, это нормально уже деген сөз. Одан кейін комиссия автоматически объемына қарап, комиссиясын есептеп береді, категориясына қарап. Если сіз ФБСпен сататын болсаңыз, осы товарыңызға 70 рубль алады деген сөз. Если сіз ФБмен сататын болсаңыз, онда сізге 155 рубль алады деген сөз. И доставканың ақшасын сразу жазып береді. Доставканың ақшасы Озонда товардың объемына байланысты болады. Сосын мына жердегі жанындағы 3 точканы бассаңыздар, управление ценами, товарлардың ценасын өзгерте аласыз. Жаңағы баркодтарды осы жерден тоже алуға болады. Архивқа, яғни продажаның полный алып тастағыңыз келсе, архив дегенді басасыз. Редактировать медиа дегенді басатын болсаңыз, только фотосын ғана ауыстырасыз. Создать копию десеңіз, товарыңызды дәл осыны қайтадан копия создавать етіп, новыйдан қайтадан продажаға шығаратын боласыз. Одан кейін редактировать товар, характеристика, медиа, видео, rich контент бәрін ауыстыруға осыны басамыз. Қайтадан сохранить етеміз. Так, осыларды көреміз. Одан кейін
документ, сертификаты качества, документ на бренды деген екеуі почти бірдей. Если сіздің товарыңыз, сататын товарыңызда сертификат болатын болса, сертификатыңызды осы жерге жібересіз, заявка бересіз, сосын сол товарды брендпен товарыңызды сатуға болады деген сөз. Озонда брендті просто так сата салуға болмайды, нет бренда деп толтырамыз, потом уже сертификатпен болатын болса, онда брендіңізді жазып толтыруға болады. Немесе өзіңіздің арнайы товарыңыз болса, соның сертификатын жібересіз, одан кейін олар ожидает проверкеде тұрады. Егер де рұқсат берсе, подтвержденный, если рұқсат бермесе, отклоненныйда тұрады. Одан кейін документ на бренді тоже сондай, дистрибьютор боласыз. Сосын екеуіңіз брендпен сіздің араңыздағы документ, яғни договорды осында жібересіз. Егер де рұқсат берсе, одобрен, немесе рұқсат бермесе, отклонен деген жерде келіп түседі. Одан кейін цены товары бағана жерден өзгертуге болады, арнайы цены тоже. Одан кейін Wildberries'те, например, товарды қате қойып қалған кездері, например, 500 рубльге қоям деген цена 50 рубльге кетіп қалып, или болмаса 5000 рубльге қоям деген товар 500 рубльге кетіп қалып, заказ пытырлап түсіп кетіп, минусқа кіріп кетіп, минус миллиондарға кіріп кеткен жағдай болады. Ол кезде уже продавецті Wildberries былайша айтқанда қолдамайды да, мына құтқарып қалмайды. Мына жерде Озонда ең бір жақсы ценаны какой-то бір ошибкамен создавать еткен кезде конкуренттерге қарайды да, уже сізде конкуренттерде 5000 рубльден сатып тұр, сізде 500 рубль болуы мүмкін емес дейді, автоматически қате қойылған ценаны карантин цен дегенге түсіреді да, сол товарды блокировать етіп тастайды. Блокировать еткеннен кейін уже кіріп көрсеңіз болады, для проба бред істеп көрсеңіз болады даже. Заблокированный товарда тұрады, блокированный товарда қате түскен байқасаңыз, удалить етсейсіз, немесе жоқ, мен қойған ценам дұрыс, шығара бер десеңіз, қайтадан продажаға шығарасыз карантин ценадан. Стратегия ценообразования, өзіңіз бір товарыңызға команда беріп қоясыз. Сөйтесіз, создать стратегию деп, менің ценам қатты қымбат болып бара жатыр ма конкуренттердің, или арзан болып бара жатыр ма, соның бәрін тексеріп отырады. Одан кейін проверь ссылкадан другие площадки не надо. ФБОны айтатын болсақ, заказы со склада Озон дегені, ертең товарыңыз ФБОға кететіндей болса, қай товарыңыз жиналып жатыр, қай товарыңыз кетті уже, артикулын көресіз, количествосын көресіз, қанша ценада түсіп жатыр ФБОдағы товарыңызға заказ, принят в обработку, товарыңызды, қай товарыңызды жинап жатыр, бәрін көресіз, номер отправления, қаншақты заказ келіп жатыр. Wildberries'те вообще көрмейміз ғой, 11-ші ақнауға кіреміз, остаткасын көріп отырамыз, қайсысы кетіп жатыр, қайсысы келіп жатыр, даже білмейміз. Ал ФБОда Wildberries'те бір жақсы осы, номер отправления, барлық данныйларды көріп отырамыз. Сосын барып главный беттегі данный болды ғой, жаңа главный беттен де көріп отыруға болады, в общем. Одан кейін заявка на поставку, яғни ФБОға товар жүретін кезде товардың өзінің нелері болады. Мына документті мен қазір группаға жіберіп қоятын боламын. Wildberries'тегі сияқты корп, монокорп деп бөлінбейді. Бірнеше размерлі товарларға, бірнеше размерлі коробкаларға бөлінеді. Сол коробкаларға сыйғанша товарыңызды жіберсеңіз болады. Если сіздегі товардың көлемі кішкентай болса, онда кішкентай коробкалармен жібереміз Қазақстаннан. Сол кезде доставкасы более арзан болады. Астына қарай түссек, міне коробкалардың размеріне қараңыздар. Мына жерде мен жазып қойғам, осыны түсіндіріп өте салайын бірден. Длинасы 60-80, высотасы 50, ұзын ширинасы 80. Осындай коробка XL деп аталады. Коробка L дегені өзіміздің Wildberries'тегі короб бар ғой, 60-40 размер. Бұл L, 40-30-40 болса, онда M-ка размер. Егер де туштар деген сияқты майда заттар жүретін болсаңыз, 0,3-те 30-да 20-30 размер. Яғни мына жағы 30, 20, 30. Сондай размерлі коробкалар болады. Осы коробкалардың біреуіне саламыз ФБОға товар жүретін кезде. Одан кейін Озондағы ФБО екіге бөлінеді. Біріншісі ВРЦ, екіншісі конкретный склад деген болады. Біздің Қазақстанға рұқсат бергені только конкретный склад, потому что біз Қазақстаннан жібереміз и қай складты таңдаймыз, соған ғана отгрузка жасалады. ВРЦ деген ол Россияның адамдарына рұқсат берілген. Пример ретінде мына жерде мені көрсете салайын. Россияның ФБО-сын парақшасын көрсете салайын. Ол жерде ВРЦ дегеніміз сіздің товарыңыз ФБОға кеткеннен кейін дәл сол товарға қай жақтан көп заказ түседі, автоматически сіздің товарыңызды сол жақтарға әртүрлі склад, 2-3 склад, 4-5 склад, қайсы складты көрсетесіз, сол складтарға автоматически өздері жайғастырып береді.
міне мынау российский ИП. Поставить на конкретный склад или болмаса поставить через ВРЦ. ВРЦ дегеніміз вот осы бағанағы мен айтып отырған распределить етіп береді тауарларды. Бұл Қазақстанға рұқсат жоқ болған. Только Россияның ИП-сына ғана рұқсат. Мына Қазақстанның ИП-сы. Бұл жерде заявка на поставку деген кезде автоматически осылай ашылады. Создать заявку деп на конкретный складқа автоматически істейміз да. Бұл жақта Россияның ИП-сы сияқты андай не жоқ. ВРЦ деген нәрсе жоқ. Одан кейін сосын конкретный складқа жіберетін кезде Қазақстаннан футболын түсіндіріп кете салайын. Bir товарды алдыңыз. Bir тудейді алдыңыз, например, духида. Тудейді алғаннан кейін, тудейдің ішіне бірінші вайлберстегі сияқты штрих-код жабыстырамыз. Жабыстырып болғаннан кейін, мусорный қара пакет бар ғой, қара пакетпен ораймыз товарды, оның сыртына пупыркамен ораймыз. Пупыркамен орап болғаннан кейін, жаңағы этикеткамызды, баркодымызды қайтадан жабыстырамыз. Сосын жаңағы арнайы коробкаға саламыз. Салып болғаннан кейін фулфилментке апарып бересіз. Заявка, поставка создавать етуді көрсетем. Поставка создавать еткен кезде сіз товарыңызды Россияға екі түрлі жолмен жеткізе аласыз Қазақстаннан. Біріншісі кросс-докинг арқылы Алматының складынан Россияның складына. Ол қалай? Яғни Алматыда үлкен бір Альмерек 1 деген адресте склад бар. Сол складқа упаковка жасаған коробкаңызды алып барасыз да фулфилментке бересіз. Коробканың сыртына этикетка жабыстырып үйретем қазір. Осы автомобильге этикетка шығарып үйретем. Соны фулфилментке береміз, немесе фулфилмент ары қарай келіскеніне қарай фулфилмент или болмаса өзі жабыстырады. Сөйтетте Алматының Альмерек деген складына тапсырамыз. Ол складтан товарларымызды қабылдап алады. Складтың ішінде фулфилменттер бар арнайы. Олар тоже товарымызды өздері қалағанша тағы упаковка жасайды. Сөйтетте ол үшін де ақша алады негізі. Одан кейін кросс-докинг, яғни курьер деп айтылады. Әр бағана коробканың адресіне, әр коробканың размеріне қарай курьерлер әртүрлі ақша алады. Мынаған 5000, мынаған 4,5, мынаған 4000, мынаған 3000 деген сияқты өздерінің услугалары бар. Сол услугаларға қарай өздері ақша алады. Міне кросс-докинг арқылы Альмеректен Россияның складына жібереміз. Ол жақта ФБО, Вайлберстегі сияқты фуралармен апарып прямой складқа отгрузка жасамайды да ол кезде. Кросс-докинг Алматының курьерлері складтағы курьер алып барып, өздері отгрузка жасап, өздері продажаға шығарып береді. Екінші жолы кросс-докингсіз фураларға отгрузка жасаймыз, фуралармен жібереміз, и Россияның складына прямой отгрузка жасалады. Через Алматы кетпейді да сонда. Сол екінші жолы бар. Енді мен екеуін де көрсетемін. Пока біз тока кросс-докинг арқылы жасап жатырмыз. Оның өзінде жақсы барады. Енді біріншіні көрсеттім, жаңа Озондағы тауарларыңызды көріп отырасыз. Екінші заявка на поставку. Заявка на поставку деп жіберіп басқан кезде осындай ақын ашылады. Создать заявку дегенді басамыз. Мен айтып отырғаным заявка на поставку дегені складтан орын алу деген сөз ғой. Кросс-докинг басамыз. Одан кейін міне қай жерден жібересің товарды деп сұрап тұр. Осы жерге біз жазамыз Алматы Альмерек 1. Міне көрдіңіздер ма? И товарыңыз қай складқа барады? Петровская, РФЦ, болмаса Самара, Санкт-Петербург деген сияқты осы жерлерді біреуін таңдаймын. Сөйтемде қай склад нормально, соған таңдаймын. Қай складтан заказ нормально келіп жатыр. Сосын далее басамыз. Одан кейін добавить из каталога деп басамыз да. Қай товарды жібергім келеді? Одан кейін мен қай товардан жібергім келеді, соны таңдаймыз. Например, мынау Бакараттан жібергім келеді. Бакараттан мен 103-тан 2 коробкаға бөліп жібергім келеді. Добавить поставку, сосын создать. Осымен бітті. Одан ары қарай обновить етеміз. Обновить етіп болғаннан кейін міне Санкт-Петербург деген шықты. Бұрынғыларды удалить ете салу керек негізі. Одан кейін осындай шығады. Мен Санкт-Петербургті белгіледім. 07-05 так, ары дата времясы записаться деген басамыз. Қай күнге сен отгрузка жасайсың, соны белгіле деп тұр бізге. Так, суббота 13 майға 14:00-ден 15:00-ге бола ма деп сұрап тұр. Егер болады десеңіз подтвердить. Но бұны фулфилменттен бірінші сұрап аласыз, қай уақытта белгілейін деп. Одан кейін документы добавь ГДД деген не обязательно жер. Одан кейін грузовые места дегенді белгілейміз. Грузовые места, количество коробок екеу,
сохранить и скачать ярлыки. Одан кейін мынаны документ береді. Бұл документ сізде ашасыз да, сосын мына екі документ, екі коробкаға сіз осыны сыртына жабыстырасыз. Бұны фуфлменге бересіз, немесе өзіңіз жабыстырсаңыз да болады. Жаңа коробканы сыртына міне ИПК-на Санкт-Петербургқа кетеді, Алматыдан кетеді деп тұрмын. Даныңыз барлығы, ID-іңіз барлығы көрініп тұрады. Бұл бірінші коробка, екінші коробка тоже бар деген сөз, дұрыс па? Одан кейін тоже жаңағы документте екі документ бар, короче. Мынаны екінші коробкаға жабыстырасыз деген сөз. Міне екінші коробка. Осы документті скачать етіп аласыз ғой өзіңізге. Одан кейін екі документ шықты. Одан кейін автомобиль. Бұны фуфлменттен сұрайсыз. Қандай машина барады? Другой формат. Газель деген сияқты. Сосын марка и модель. Газель. Toyota дей салайық. Водитель. Телефон водителя 747. деп жаза салады. Далее деймізде. Одан кейін мына данный шықты полный, дұрыс па? Осының үстін, көптің үстін басамыз. Так. Далее шықты. Скачать Excel дегенді, скачать пропуск дегенді басамыз. Скачать пропуск дегенді басамыз. Сөйтіп осы пропускты алғаннан кейін бұны фуфлментке береміз. Яғни бұл пропуск дегеніміз жаңағы товарыңызды отгрузка жасайды ғой Альмерик бірге. Сол кезде складқа кіруге рұқсат, қағаз бұл былайша айтқан кезде. Осы адамға кіруге рұқсат, осыны алып аласыз да скачать етесіз. Бұл қарай поставка дайын деген сөз. Полный сіздің товарыңыз ФБО-ға дайын, ары қарай осыны жібересіз де, ФБО-ға отгрузка жасай бересіз деген сөз. Мынаның бәрін отменить ете салайын, бұл проба ретінде көрген нелер, поставкалар. Одан кейін акты о расхождении деген жерде енді акты о расхождениях деген сөзде товарларыңыздың ФБО-ға кірген кездегі документтері тұратын болады. Соны көреміз. Одан кейін заявка на вывозение, стоимость размещения товарлардың қай складқа қанша теңге екенін көрсетіп тұрады. Бұл, как всегда, пока что бесплатно барлығы 0 рубль. Егер де платный болатын болса, рубльдің ценасын көрсетіп тұрады. Склады и регионы деген жерде товарлардың қай районда қандай складтар бар, соны көрсетіп тұрады. Сосын собственный складтарыңызды енгізіп қойсаңыздар болады. Сіздің складыңыз қай жерде, бірақтан да бұл раздел пока что не работает. Пока что істеп жатқан жоқ. Разработкада. Пока эти условия в разработке написано. Потом бұл ФБО. ФБО-ны көрсетіп кеттім. ФБО-ға жібергеннен кейін поставка создавать етіп, складқа жібересіз, кросс-докинг алып кетіп, товарыңызды продажаға шығарып бересіз. Оплата барлық товарыңыз сатып біткеннен кейін ары қарай ақшасы бір сияқты өзіңізге түсе береді. Одан кейін ФБС деген окно бар. Өткенде товар енгізгеннен кейін склады методыға кіріп, товарларды склад создавать еттік. Сөйтіп склад создавать еткеннен кейін товарымызды обновить на складах деп, склад остаткаларын енгізіп, товарымызды продажаға шығардық. Заявка на отмену, яғни товарларды заказға, заказ беріп қойды клиенттер, отменаға заявка береді. Егер де заявка рұқсат берсеңіз, согласованныйда тұрады, егер рұқсат бермесеңіз, отклоненныйда тұрады. Возвраты Real ФБС бізге қажет емес, біз Real ФБС-пен жұмыс жасаймыз. Возвраты ФБС деген бар. ФБС, яғни сіздің товарларыңыз ФБС-те тұр деген сөз. Ол без возвраты да кеп тұр деген сөз. На утилизация, уже утилизация кетіп қалған. Товар келгеннен кейін сразу алған дұрыс. Егер товарларыңыз тура Альмеректен товар жібердіңіз ба, Альмерек складына келіп тұрады товарыңыз. Сіз өзіңіз Алматыда болмаған жағдайда товарыңызды кім барып өткізеді, сол адамның атына доверенность жазып бересіз. Менің осындай ИП-дағы осындай адаммын, осындай товарым осы жерге келіп тұр, осы адам алуға рұқсат деп доверенность жазып бересіз, сол адам барып алып кетеді. Осы возвраты ФБС деген жерден біз товарымызды көре аламыз. Мынау қайтып келе жатқан товарлар деген сөз. Одан кейін с моих складов дегеннен заказдарды көреміз. Заказдарды мен қалай қабылдау керек екенін өткен сабақта тоже көрсеттім. Енді финансы деген окноны басамыз. Финансы окноны балансы на сегодня, яғни бүгіндікке жиналған ақша 7743 рубль. Общий бізге $1000 жеткеннен кейін бірақ аламыз ғой ақшаны. Сол жерде $1000 жеткенге дейінгі ақшалардың барлығын осы жерден көріп отырамыз.
жеткенге дейінгі ақшаның бәрін осы жерден көреміз. Так. Одан кейін список отчет бізде Вайлберристе Озонда Вайлберристе апта сайын отчет шығатын болса, бұл жерде 2 аптада бір рет отчет шығып отырады. Яғни 01-03, 15-03, 15-нен 16-нан 31-не дейін. Қайтадан 1-нен 15-не дейін, 16-нан 30-на дейін. Енді Алла қаласа 1-нен 15-не дейін майдың отчеті 15-ші майда шығады деген сөз. Уже отчеттардың шыққан несі көрініп тұрады. Мына 15 күнге осынша рубль продажа болды. Мына 15 күнге осынша рубль продажа болды деген сияқты көруге болады. Одан кейін список отчеттың осыда көріп отырамыз. Комиссияға общий қанша алды, возвраты, яғни возврат жасаған, алып тұрып қайтадан возврат жасаған, ол кезде осы ақшаның суммадан ұстап қалады. Логистикаға общий осы периодқа қанша ұстаған, соны көре аламыз. Артық штраф, андай Вайлберристе сияқты ондай қиындық жоқ. Отказ жасағанның өзінде ондай штрафтар келмейді, сонысы жақсы. Бірақтан шамадан тыс штраф, возврат жасай беруге болмайды. Возврат емес, продавецтерге заказдарға отмена жасай беруге болмайды. Келген заказ жіберу керек. Одан кейін начисление товарлар міне период тұрады, міне 16-нан 30-на дейін осы товарлар бағана общий көрсетсе, мына жерде детально көрсетеді. Уже начисленияда қай товарлар сатылды, қанша комиссия ұстады, қанша доставка ұстады, қанша итогында ақша түсті. Қанша сатылды, қанша комиссия ұстады, қанша общий мынадан түсті. Мұнан 1700 рубльдан енді фулфилментпен товардың ценасын алып тастайсыз, сол кезде сіздің таза пайдаңыз шығады деген сөз. Дәл осылай әр периодты өзіңіз байқап отырсаңыз болады. Одан кейін возвраттар көрсетейінші қалай тұратын. Какой-то бір жерлерде возврат болған болу керек осы. Если клиенттер. Вот міне возвраты отмена не выкупа. Яғни сатып алмаған, возврат жасаған. Ол жағдайда мынаның ақшасын, берген ақшаны қайтадан өздері алып қояды деген сөз. Сөйтеді минус қылып шығарады. Біз ешқандай ұтылмаймыз, просто барған доставкасына қанша рубль алды бастапқыда, соған ғана есептейді болды. Товарымыз до конца өзімізге қайтып келеді. Бұл жерде детально қай периодқа қаншадан ақша түсіп жатыр, соны көреміз. Выплата уже сіздің счетыңызға түсірілген ақша. Егер сізде қараңыз, 1-нен 15-не дейін отчет шығады, бірақ менің $1000 дейінгі ақшам 4-не жиналып қойды уже. Бірақтан жиналып қойды екен деп сразу ақша түсіре салмайды Озон. Обязательно сіз 15-не дейін күтесіз. 15-не бір күн қалғанда, 2 күн қалғанда счет жібересіз. Яғни 14 күн немесе 13 күні арнайы счет береміз. Сол счетты жіберетін боласыз Вайлберриске. Сол поддержкаға. Сол жақтан сіздің счетыңыз бәрін қарайды. Уже отчет шыққан кезде сіздің сол счетыңызға ақша аударады. Ақша аударғаннан кейін осы жерде вот планируемый дата деп көрсетіп тұрады. Номер счетыңыз тұрады, дата выплатаңыз тұрады, номер документ оплаты. Барлық данныйыңыз тұрады. Оплата жасаған кезде қанша сумма төлеп жатыр общий сізге, соның барлығы жазылып тұрады. Теңгемен болса, теңгемен басында көрсеттік қой. Сондықтан теңгемен жазылып тұрады бұл жерде. Қанша ақша будущем түскен деп тұр. Сөйтеміз де осы жерден бізге түсірген ақшаны көреміз ғой, былайша айтқан кезде. Начисление жиналған ақша, детальный. Немесе баланс на сегоднядан жиналған ақшаны көреміз. Начислениядан детальный көреміз, выплатадан төленген ақшаны көреміз. Документадан қандай бір документтер бар, Озонның осы жерден көріп отырамыз. Например, өздерінің акт сверки деген нәрселері бар. Ондай кезде осы өздерінің акттарына бізге қол қоймай, арқылы жұмыс істеуге рұқсат бермей, бәрін блоктап қояды. Сол кезде, когда біз осыны принять етіп қабылдаймыз, сол кезде ғана бізге арқылы жұмыс жасауға рұқсат береді. Документтерді, в общем, тұрады. УДП деген сияқты документтер біздің атымыздан автоматически базаның өзі жіберіп отырады. Одан кейін аналитика деген жер бар. Аналитикадан біздің аналитика деген жер бар. Аналитикада воронка продаж деген нәрсе бар. Воронка продажда сіздің товарыңыз қаншалықты өтіп жатыр, соны көресіз. Графикасын қаншалықты қаралым болып жатыр деген сияқты. Конверсия бұның барлығы қатты қажет емес негізі бізге. Анау не істейміз ғой уже. Когда продвижение жібереміз, содан кейін қажет болатын нәрсе да. Қатты қажет емес. Графики деген нәрсені қажет болады бізге, егер футболға товар жіберетінімізде. Графики на месяц. Қай кезде қанша заказдар болды, осы графиканы көріп отырамыз. Одан кейін астына түсеміз.
қай категориядағы товарымыз көбірек сатылып жатыр, қаншалықты просмотр жинап жатыр, қаншалықты корзинаға енгізіп жатыр 5%, қаншалықты суммаға заказ беріп жатыр, қаншалысы отмена жасап жатыр, қаншалысы доставлено болып жатыр, соның барлығын көреміз. Анализ жасап отыруға арналған өзіңіздің товарыңызда духи болса қай духи мықты өтіп жатыр деген сияқты заңдардың бәрін көріп отырасыз. Дезодорант енгізілген. Мына дезодоранттарға 18 посетитель, яғни просмотр болған екен. Корзинаға 2% адам корзинаға енгізген екен, соны көреміз. В общем, былайша айтқанда қанша просмотр қай товарымызда көбірек болған, соны көбірек көруге болады да, былайша айтқан кезде. Одан кейін пройти обучение, если түсінбесеңіз, осы окналарда осы жерден қарап, обучениесін өтіп көрсеңіз де болады. Одан кейін кластеры деген жер бар. Кластерда месяц тоже астына қарай түсеміз. Астына қарай түскеннен кейін міне Қазақстаннан қандай товарлар саттыңыз сіз? Парфюмерия үшеу, доска біреу, крем біреу, биби біреу деген сияқты штукасын көрсетіп тұрады. Одан кейін мына қараңыздар. Если мына тудейді сіз футболға жіберетін болдыңыз деп есептеліп, сізге тудейге қай складтардан заказ көп келді, соны есептейсіз. Москва, или болмаса Екатеринбург, Санкт-Петербург деген сияқты складтарды көресіз. Заказ будущий жақсы отырып, мына енді басталған магазинде просто үйдесе қай складтардан заказ көп болды, футболға жіберетін кезде конкретный склад таңдаймыз ғой. Сол кезде осы складтардың біреуін таңдаған дұрыс, осы қалалардағы складты, то есть. Сол үшін осы жерден аналитикадағы кластері деген жерден осыны көріп аламыз. Қай жерден маған заказ нормально түседі, осыны көріп аламыз. Акцияны алтында өтеміз. Акция. Акциямен қай товарларымыз сатылды, соны көреміз. Қанша просмотр болды деген сияқты ше. Осыны көруге арналған. Біз алдағы уақытта бірнеше товар болады, осы кезде аналитика жасау өте ыңғайлы. Так, внешний трафик біз пока қолданбаймыз. Ол трафик, яғни ол уже реклама жүргеннен кейін ғана тексерілетін нәрсе. Біз бұл жерден конкурентный позиция керек емес. Портрет покупателя, яғни ол премиум продавецтерге арналғанда, премиум продавец деген уже Россияға ғана алуға рұқсат екен, оны зерттесек. Премиум продавец болғаннан кейін ғана осы портрет покупателя қолданылады. Ол 365 күнге анализ жасап отырады, товардың қай жақтардан кім заказ беріп жатыр, бәрін тоже біліп отыратын анализге арналған раздел болып саналады. Одан кейін популярные товары деген жер бар. Популярный товардан ең ходовой товарларды көре аласыз. Популярный товары ашылғаннан кейін мына жерде не бар? Категория бар. Енді мына жерде автоматически қай товарлар мына қаншалықты выручка жасап жатыр, соны көре аламыз. Үстін бассаңыз, не минималкадан бастайды, не максималкадан бастайды. Выручка продажасын бірден көрдім. Мынандай кушондар мықты өтіп жатыр екен. Ары қарай өзіңіз таңдай бересіз. Одан кейін таңалқаларға байланысты мынау. Одан кейін выбрана одна категория деген жерден өзіңізге қажетті товарды таңдап алсаңыз болады. Немесе только канцелярский сатам, маған қажет емес, мынау қажет деген сияқты. Канцелярскийден не мықты өтіп жатыр, категория бойынша не мықты өтіп жатқанын көресіз. Или обувидан дом сатты көресіз. Пока что негізі азан ашылған кезде бытовой сататын ашылған. Міне швабра, мына несі садовой линейка дейді, мына су құятындар ғой. Мыналар мықты өтіп жатыр екен, даже 8 миллион 200 мың рубль выручка жасап жатыр екен. Картридж комплект швабра жақсы өтіп жатыр екен. Топ-1 болып тұр, даже көрдіңіздер ма? Қанша штуктан сатылып жатыр. Несі? Комплектный фильтрующий аквафор дейді. Ондай не ғой? Фильтрлер ғой. Қанша штук сатып жатыр.
қанша штука товары бар, конверсиясы қаншалықты, просмотры, корзинаға салып жатыр да, то есть қанша процент адам көрген екен, мынаны қанша продавец сатып жатыр, ФБС пен ба ФБО мен ба немен сатып жатыр, соны көресіз. Средняя цена осы категорияға байланысты, одан кейін объемдары товарлар, соны қараңыз. Енді тура мынау товар, если сізде болатын болса, тура осыны сатып алатын болсаңыз, или болмаса арзан сатып алатын болсаңыз, товар к себе дейсіз да, товарды тура осы жерден өзіңізге алсаңыз болады. Одан қиындығы жоқ. Осылай категория бойынша не мықты өтіп жатқанын осы жермен анализ жасап отыра бересіз. Эмстатсын даже қажет жоқ иногда ше. Қараңыз, например, красота и гигиена деген екен, мына стрелканы басып, маған бәрі керек емес, именно декоративный косметика ғана керек деймін да. Сосын дом сақтапсыз. Сол кезде қандай товарлар жақсы өтіп жатыр, соны көреміз. Топ-1 болып жатыр, мына эрбориялдар мықты сатылып жатыр, фолика мықты сатылып жатыр. 276 штуктан сатылып жатыр екен, топ-1 болып тұр. Дәл осылай көре бересіз ғой. Дәл осы товар сізде болса, добавьте себе деп бассаңыз болады. Бұл аналитика жасауға арналған окно раздел. Поисковые запросы. Енді сіз товар создавать еттіңіз. Біз енді сатсаң ключевые словаларымыз дұрыс па? Тура сондай ключевые слованы біз Озонның өзінен прямой ала береміз. Сізге қандай товар қоймайтын деп жатырсыз, например, наушник қоямын деп жатсаңыз, жазасыз наушникте. Міне, популярный запросы, наушники беспроводной деп 98 мың, беспроводной наушники деп 38 мың адам қарайды. Осы сөзбен корзинаға қанша адам салған, конверсиясы неше процентін көрсеткен, средний ценалары, товар выдачасы, просмотр қанша просмотр болған, қанша конкурент бар, 40 конкурент бар, көрдіңіздер ме? 40 аз кіріп алатын кезде қазір 2 мың емес, 3 мың емес, осынша адам осы сөзді қолданып жатыр. Нағыз момент кезінде кіріп алу керек деген сөз ғой. Открытный Озон осындай ключевой словамен қандай товарлар бар соны көру үшін осыны басамыз. Бұл популярный запрос, поисковый запросы көруге арналған. Осы сөздерден карточка товара создавать еткен кезде, немесе бір артикулын алып келген кезде, редактировать медиа деп осы ключевой слованы міндетті түрде қосыңыздар. Енді недостающие товары деген жер бар. Ол жерде сұраныс бар, бірақ товар жетпейді, сондай товарлардың спискасын көрсетеді. Выбрать категории тоже соны көріп отыра бересіз. Осындай заттар жетіспейді екен. Соны көреміз. Аналитика осымен бітті. Одан кейін продвижение. Продвижениенің екі түрін көрсетемін. Трафарик, продвижение в поиске. Қазір көрсетемін. Акция енді тура вайлдберридегі сияқты акциялар шығып отырады. Осылай мен де қатысқым келетін болса үстін басамын. Жерімде сен осы товарың қатысалады деп тұр. Жерімде басамда мынау сөйтіп очертить выбора. Мне мыналар қатыса алмайды, потому что мен бұны архивке жіберіп тастағанмын. Қаталатын товарыңыз болса автоматически осы жерге шығып тұрады. Добавить товар деп, добавить товар деп осы жерден птичка ұрғаннан кейін добавить выбранное деген шығады. Осыны басасыз да акцияға автоматически уже қатысады деген. Кейбір скидкалар болады, акциялар болады, только бір категорияға арналған. Например, бұл жерде подгузнниктер қатыса алады, детский влажный салфетка, пленка детский категориясында товарыңыз болса, солар ғана қатыса алады деген сөз. Продолжить дейсіз да. Сізде мынандай, примерно мынандай товар бар екен, добавить выбранное, одан кейін уже міне автоматически өзі қатысып добавить выбранное деген екен бітті. Вайлдберридке қарағанда әлде қайда оңай деген сөз. Одан кейін отзыв за баллы дегені, егерде сіздің товарыңызға не беріп қойса, уже команда беріп қойсыз, осы товарыма менің отзыв беретін болса, сол адамға мен балл беремін деген сияқты ше. Оны қалай жасаймыз? Активный менде біреу болып тұр пока. Тестик бір деп қойған, ішіне кіріп көремін. Мына тудайге число отзывы за баллы. Бұл жерде вообще балл беретін болса, қанша балға дейін, мен 10 балға дейін дедім да, енді 20 балл десеңіз де балл беріп отырасыз. Кәдімгі текстпен отзыв жазатын болса, мен оған 80 балл беремін. 1 баллы 1 рубльге тең да. Яғни ол отзыв алатын болса, жазатын болса,
мен 80 рубль ақшасын қайтарып беремін осы товардан деген сөз. Тура сол сияқты балл за отзыв с фото дейді, яғни фотомен отзыв қалдыратын болса оған 100 рубль қайтадан беремін деген сөз. Видеомен болса 120 деген сияқты. Сөйтіп өзіңіз балл бере берсеңіз болады. Так, енді прогноз бюджета. Бұл жерде товарға полный отзывқа мен 1584 рубль бөлгем. Полный баллды осы мен берген ақшадан алып отырады да. Общий суммадан бұл 17 кезде ше. Так, міне істейтін болсаңыздар, сіздерге добавить товар деп любой бір товарды алып аласыз да. Шанекке дейді, например. Шанек келді, добавить товар. Товар келді мына жерде. Мына жерде мен айтамын, мен просто текстпен жазатын болса 80 рубль деп айтамын. Фотомен отзыв қалдыратын болса ол 100 рубль деп айтамын. Если видеомен болатын болса видеомен отзыв қалдыратын болса ставкасы керек емес, міне ставкасы автоматически өзі шығарып тұр. Болды, уже работает, көрдіңіздер ма, работает. Ары қарай так, отзыв забыла, заявка на скидку деген нәрсе бар. Озон Seller деген приложение қосып алыңыздар. Қосып алғаннан кейін сіздерге смс болып келеді. смс болып келеді. Осы товарға 7% скидка бересің бе деп тұр. Давай беремін. Беретін болсаңыз одобренный дегенге кетеді. Осы товарға 37% бересің бе деп тұр. Мына қараңыз, 37% скидка бересің бе деп тұр да, сонда 640 рубльге сатып аласың ба? Если алатын болса, мен сатып жіберемін, минусқа кетпейді, главное. Сол үшін мен да дедім. Если минусқа кететін болсаңыз, онда отклонен басып жіберіңіздер. Сөйтіп одобренныйдың бәрі мына жерде тұрады. Приложениеға тіркеліп алсаңыздар, новый сообщение болып келіп тұрады. Новыйда. Одан кейін одобренныйда осылай тұрады. Бұл скидканы көбінесе сайттың клиенттер қояды ғой. Қанша процент скидка сұрағысы келіп тұр, соны жібереді. 6%, 7%. Одобрение бергеннен кейін одобрено или отклоненный болып тұрады. Осылай. Польза болса бере берген дұрыс. Одан кейін бонусы продавца керек емес, алдын айтып емес. Енді продвижение и трафаретті көрсетемін. Отзывтардың бәрін через Озон Seller приложениесі арқылы жасауға болады. Отзывы покупатель обе. Мен трафаретті деп көрсетемін. Трафареты деген нәрсе ол инстаграмдағы таргетке ұқсайтын нәрсе. Сіздерге новыйдан трафарет жасауды үйретемін. Жалпы трафарет дегенде осындай окно ашылады. Трафарет, продвижение в поиске, брендовая полка. Трафарет дегенде товарды реклама жасаймыз. Сіздің товарыңыз жоғарыда тұрады деген сөз. Продвижение в поиске дегенде ключевые слованы реклама жасаймыз. Яғни товарыңызды аламыз да, ключевые слова. Қандай ключевые слова, соны реклама жасаймыз деген сөз. Брендовая полка, магазинді реклама жасаймыз деген сөз. Бұны пока жұмыс істетпейміз. Енді трафареті да. Трафарет пока что қосылып тұр. Статус активно көріп тұрсыздар, иә? Трафаретпен бір заказ келіп түскен бізге көрсетіп тұрады. Қанша бюджет жұмсап жатсыз? В общем, 550, охват 35% болды. Расход 1256 рубльге таяды. Показы 5039 адам болды. Клик 166 адам өзіне бақыт сақтап алды деген сөз. Рубльмен средний ценасы қанша болды? Показдардың CTR, яғни CTR мықты болу керек. Сізде CTR төмен ба, значит сіздегі товардың бірінші беттегі товардың фотосы нашар деген сөз. Средний цена клик әрбір кликке примерно 7 рубльден кетті деген сөз. Заказ товарыңыз 15 рубльге келіп түсті. Одан кейін трафареттердің ішіне басып көресіз. Кіргеннен кейін мыналар енді қосылды деген сөз. Пока что мына товарға кетіп жатыр, туди деген товарға. И бұл жерде активно болып тұр. Егер өшіргіңіз келсе рекламаны, мына жерден кнопканы басасыз да, выключить компанию деп өшіре саласыз. Бұл бізге өте ыңғайлы. Банковский, например, тудиге кіргіңіз келсе, тудиді сіз продвижение жасау үшін бізге реклама жасауға рұқсат жоқ қой, бірісте. Не блогерлерге бересіз, не самову көп жасатасыз, бірнеше ақшаңызды жұмсайсыз деген сияқты қиналасыз былайша айтқан кезде. Ал Озонда бір жақсысы, сіз новыйдан кіріп тұрсаңыз да товарыңыз
even today деп жазған кезде бірінші болып шығып тұрады. Продажада болмаса да, егер рекламаға нормальный ставка тегетін болсаңыз, товарыңыз жоғарыда бірінші болып тұрады. Солай товарыңызға просмотр жинап рекламамен жинап аласыз, заказыңызды жақсартып аласыз, позицияңызды көтересіз, одан кейін товар автоматически өзі алға қарай шығып, продажа нормальный бола бастайды. Сондықтан қазір қатты конкурент жоқ кезде әрекет жасап, товарды продвижение жасап, рекламаға жіберіп, жоғарыға көтеріп алып, солай жүргізіп алу керек. Өте жақсы мүмкіндіктер. Енді мысалы қалай жасаймыз деген сұрақ, оны ол үшін мен қайтадан трафаретаға барам. Сөйтемде мен трафаретаға кірдім. Продвижение емес, трафареты создать компанию дейміз и трафареты деген басамыз. Содан кейін трафареты деген тұрады. Оплата за показға ғана төлейміз. Одан кейін стратегия управления максимальный охват деген қалады осылай. Сосын дневной бюджет 550-ден жоғары деп тұр. Мен 550 дей салам. Одан кейін бүгіннен басталсын ба деп тұр. Я бүгіннен басталсын. Қай товарың категориядағы товарларды жібергім келіп тұр дейді. Красотадағы макияж, анау, мужская косметика, парфюмерия деген тұр. Мен парфюмерияны таңдадым под категория. Одан кейін создать компанию дегенді басамын. Создать компанию деген басқаннан кейін автоматически менің категориямдағы товардың барлығы шығып кетті. Одан кейін мен барлық товарды емес, бірақ товарды реклама жасағым келеді. Сол үшін керек еместерін аламын да, удалить етіп тастаймын. Бүйтемде удалить дегенді басам астындағы. Удалить. Сөйтемде мен бірақ товарды продолжение жасағым келеді, например, сөйтемде мына жерден қалдырдым. Қалдырып болғаннан кейін ары қарай трафаретті қоса саламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Запланировано. Когда уже готово, уже жазады активно деп ше. Ол кезде уже товарыңыз рекламаға кетті деген сөз. Пока что запланировано. Енді содан кейін уже рекламаға кетеді. Мына бірақ товарды рекламаға жібердім деген сөз. Охватыңыз мына жерден байқап отырасыз. Енді 790 рубльге сатып жатырмын. Категория мужская парфюмерия деп кеттім. Енді қазір дұрыстап қоямыз, редактировать етіп. Одан кейін продвижение в поиске деген жер бар. Продвижение в поиске деген жерде ключевые слованы реклама жасаймыз. Енді продвижение в поиске активно. Коллекция товары, бір товар, расход 108 рубль кетті. Өте жақсы. 108 рубль 600 теңге. Қатты қымбат емес, самобылқыпқа да соғұрлым жұмсап жатыр адамдар. Аямау керек негізі продвижениеден товарды. Заказ 15 рубльге келген, бір штукқа келген, көрдіңіздер ма? Просмотр 10% болған. Осы продвижениенің үстін бассақ, қандай товарға екенін көреміз. Тоже духи, тудайға қойылған. Активно болып тұр, пока өшіремін де осыны. Ары қарай продвижение в поиске қайттан барамын. Тура трафареті бір товарды ғана рекламаға жіберген сияқты бір ключевой слованы алып, сол жерден қалай аламыз. Продвижение в поиске, создать компанию, продвижение в поиске басамыз, одан кейін мынау шығады автоматически. Осыдан кейін создать компанию дегенді басамыз, автоматически осылай болып тұрады окно. Одан кейін добавить товар дегенді басамыз. Қай товарды сен продвижение жасағың келеді ключевой словаларын. Аламда мен бакарат жасағым келеді, или болмаса қай товар жасап көрсем болады. Осын жасап көрейін. Сөйтемде міне кетті товар. Бір екінші бетке өтеді. Өтіп болғаннан кейін добавить товары дегенді басам. Товар болды, продается. Активно автоматически да. Одан кейін артына барамын. Показды дегенді көріп отырамыз. 790 рубль, общая ставка 11%. Настроить дегенді басамыз. Настроить дегенді басқан кезде товардағы ключевые словалар шығады. Басқа товарды басып көрейік. Енді мынадағы ключевые словалар новыйдан создавать етілген товар болғандықтан пока что дайын болмай тұр да. Бұрын создавать етілген 1-2 күн бұрын болса, онда можно было. Тудайымызды қайтадан қойып көрейік. Мыналарымызды қойып көрейік. Қайтадан үстемізді 3 товар келді. 3 товардың қайсысында ключевые словалар дайын екенін қазір дайын емес. Енді ғана енгізілген. Тудайымыздікі дайын шығар. 3 товардың тудайдікін ашып көремін. Ашқан кезде осылай тудайдың ішіндегі ключевые словалар шығады, көрдіңіздер ма? Осылай қанша ключевые слова бар, автоматически бәрі өсіп шығады. Одан кейін tomorrow even деп көп адам іздемейді. Іздемеу мүмкін. Сондықтан мына жерге общая деген үстін басамыз да. 12 рубль кетіп тұр. Если осы сөзбен іздеп табатын болса, онда 12 рубль жұмсаймыз деген сөз. Бұл онша қатты ізделмеген товар болғандықтан менің ақшамды үнемдеу мақсатында бұны өшіріп қоя саламыз. Мынаны полный нөл қыламыз, короче. Применить.
ең мықты деген ключевой словарға мынау мен қараңыздар, общая ставка на запросы 135 рубль болатын болса, 135 рубльді мен ең мықты деген ключевой словарға жіберсем, соларда жақсы жұмыс жасайды. Если 135 рубль осылардың бәріне бірдей тарап тастайтын болсам, онда кейбір ключевой словалар дұрыс жұмыс жасамай қалуы мүмкін, оншалықты охват онша болмай қалуы мүмкін деген сияқты болуы мүмкін да. Сондықтан мен ең мықты қандай ключевой слова бар, соларға ғана ақшаны бөлемін. Осылай ключевой слованы настроить етсек болады. Применить басамыз. Енді көрдіңіздер, мына ключевой словаға мен ақша кетіріп қажет емес. Если мыналарға кетіретін болсам, қараңыз, эйвен духи женский, духи женский эйвен деген кезде бұрын мықты сатылған адамдар болса да, олардың мен ставка ақша жұмсаймын ғой, ақша жұмсағандықтан менің товарым бұрын сатылмаған болса да жоғарыға шығып тұрады. Сондықтан осы ключевой словалар таңдадым мен. Таңдап болғаннан кейін болды, автоматически таңдалады деген сөз уже. Одан кейін продвижение в поиске қайтадан басамын. Мына неактивно бағана өшіргенім, мен мына жерде екінші продвижение в поиске үстіне кіріп көремін. Міне ары қарай товарымыз тұрады. Мына товарлардың ключевой словасы дайын болған кезде, осы жерге басқан кезде, настройки басқан кезде шығады. Пока что бізге бұл дайын емес деген сөз. Если бұл товарларға продвижениені алып тастағыңыз келсе, мына жерде птичканы ұрасты, удалить дегенді баса саласыз, қиындық жоқ. Продвижение в поиске ключевые слованы рекламаға жіберу деген сөз. Екі товар, қанша заказ болды, қанша выручка, қанша расход кетті, мына жерден бәрін көріп отыруға болады. Ешқандай қиыншылық жоқ. Если дәл осыған басқа товарды рекламаға қосып жібергіңіз келсе, добавить товары деп қоса бересіз. Продать активно. Если рекламаға жібермей болды, менде уже заказ нормальный, өз-өзін тартып кетіп отыр, позициям жоғарыда десеңіз, продвижение в поиске мынаны өшіріп қоя саласыз деген сөз. Қиындық жоқ, болды. Вроде бәрін түсіндірдім деп ойлаймын. Добавить компанию деп осыған тіркелсеңіздер болады. Одан кейін настройкаға кіріп, өздеріңіздің данныйларыңызды көресіз. Сотрудник, полезный контакт, уведомления, API ключ осы настройкада тұрады. Договорларыңыз, яғни договорларыңыз, Озонмен байланысқан информация компанияның информациясы полный, қандай брендтеріңіз бар, брендке документ жіберсеңіз, осындай модератордан өткеннен кейін дистрибьютор болып саналасыз. Информация о магазине, информацияңыз қай уақытта ашылған, полный, соның бәрін көрсетеді. Так, осыны көреміз. Одан кейін служба поддержки деген нәрсе бар. Служба поддержки өте тез жауап береді. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, служба поддержкиға жазсаңыздар, тез бәріне жауап береді. Бұл служба поддержкидің түрі. Одан кейін қандай да бір данныйларыңызды неге жіберетін болсаңыздар, служба поддержкидан айтады, осы жерге осындай данный жібер дейді. Сол кезде осы жерден жібереміз. Одан кейін мына жерде Озон университеті деген нәрсе бар. Озон туралы обучениенің барлығын өздері көрсетеді. Менде қазір өшіп тұр, бірақ та сіздерде қосылып тұрмын, потому что блокировать етіп тастаған алдында нечаянно. Жоғары жақтағы мен бассақ, полный Озон туралы обучениенің барлығы шығады ғой. Пока что осы детальный обзор. Түсінбеген сұрақтарыңызды сұраймыз. Одан кейін мына жерде мынандай мен Word-дағы документ жіберіп қойғам. Осы жерде не бар екен, полный түсіндіре салайын. Бұл жерде не бар? Айырмашылықтары: система тіркелу, өттік, товар салу көрсеттім, склад енгізу көрсеттім, продажаға шығару, новый заказ қабылдауды көрсеттім. Керек программалармен қазір астында танысатын боламыз. Бұны мен көрсеттім, айтпақшы. Магазин позициясын Озон Seller приложениясы арқылы көреміз. Аналитика жасауды қазір көрсеттім. Аналитика деген жерде популярный запросы, недостающие товары деген сияқты сол жерлерден ключевой словарын барлығын аналитикадан көреміз. Финансыдан түскен ақшаны көреміз. Бізге начисление, выплатаны барлығын документтерін, барлығын финансы деген жерден көреміз. Ценасын есептегенде арнайы калькулятормен есептейміз. Осыны дайындап беремін. Дайын калькулятормен қалай жұмыс жасау керек? Фбо-ны түсіндірдім. ВРЦ-мен конкретный склад түсіндірдік. ИП складына через ерім деген арқылы тіркейміз. Ақерке деген арқылы. Реклама жіберуді көрсеттім. Продвижение в поиске, rich контентті видеосы бар, оны тоже жіберетін боламын. Rich контент, потом цена есептеуге калькулятор, приложениемен танысу, үшінші документ уже нәрсені көрсетуім керек уже. Фулфилмент поставщики, оны телеграм каналға салатын боламын. Сатуға болмайтын товарлардың тізімі осы документтің ең астында. Счет фактура жіберу қажет емес товарларды тайм-бетпен тексеріп алу керек. Яғни сатуға болмайтын товарлар бар, иногда оны тайм-бетпен тексеріп аламыз. Алдында заказ қабылдайтын кезде көрсеткен
Wildberries Озон айырмашылықтары: Озонның системасы, үш системада жұмыс жасайды. Wildberries сияқты тіркелу, мына сайттан талон алу керек. Тіркелген кезде талондағы мен ипіңіздің атын бірдей жазу керек. Потом модераторға өткізеді. Детальный обзор жасалды. Полное продвижение, товар загрузка, ФБС, продажаға шығару, новый заказ қабылдау көрсетілді. Керек программалар, обучение. Мына ссылканы апарып Google-ға қоятын болсаңыз, Озон туралы обучениялар шығады. Цифрды сөзбен жазып береді, яғни 25 дегенді 25 деген сияқты ертең заказ қабылдайтын кезде осы не керек болады, осы ссылка керек болады. Килограммдарды есептеп береді, яғни 200 граммың 0,2 килограмм болады деген сияқты. Осы сайтпен конвертермен көре аламыз. Клиентский сайт мынау. ТТН-ге цена есептеп қойған кезде курс конвертации деген бар. Әрбір түскен товардың ценасын осы жақтағы курспен есептейміз. ТНВ кодтарын тексеретін сайт мынау. Счет жіберу, яғни мынада ссылканы бассаңыздар, дайын счеттің шаблоны бар. Ертең ақша түсетін кезде осы шаблонмен өз данныйларыңызды ауыстырасыздар. Штрих-код, акт пен ТТН-нің образецтері мынау. Заказ қабылдаған кезде штрих-код, ТТН, яғни акт дайындауымыз керек. 3 документ дайындау керек. Магазиннің позициясын көру, ол через Озон Seller приложениесі арқылы финансыдан $1000 жеткен кезде ақшамызды бір аламыз. Соны финансыдан қараймыз. Цена есептейтін кезде длина, ширина, высотаға қарайды, доставка алатынға кезде. Сондықтан ширина, высота, длинаны дұрыс есептеп жазу керек. Мынау высотасы, мынау ширинасы, мынау длинасы. Оны дұрыс жазу керек. Осыдан кейін мына калькуляторда қазір арнайы видео, өз алдына видео есептеймін. Цена есептеу деп атап қойып қоямын. Осы сайтпен тексереміз. Wildberries сияқты қолмен есептеудің қажеті жоқ. ФБО-ға жіберетін кезде мына коробкалармен жібереміз. Коробкалардың размері Россиян ИПСына тіркелген кезде әйгерім деген қыз номері, осы номерге жазсаңыздар тіркеп береді. И соның каталогтағы товарлары, осы каталогтан товар қойып, заказды әйгерімге жіберсеңіздер болады. Барлық данныйды әйгерім айтады енді ол кезде. Қайсы катқа өткізетін деген сияқты. Продвижение жіберуді көрсеттім. Продвижение в поиске, трафареты деген барлығын көрсеттім. Брендовый полка уже магазинде реклама жасаймыз. Акцияға қатысамыз, заявка на скидку. Конверсия деген бізде жоқ, пока рұқсат бермеген. Сатуға болмайтын товарлардың тізімі. Линолеум, ламинат, ковролин, плинтус, ПВХ, наличие, пол дейді, кровля деймі. Осындай пестицид, гүлдер бар ғой, растения, драгоценный камни, ювелирный изделия деген сияқты заттарды, оружие, сатуға болмайтын товарлардың тізімін бір рет оқып шыққандарыңыз дұрыс. Бұл документте осындай данныйлар айтылған. Осымен бұл сабағымыз бітті.